ана тілі газет тәуелсіз газет болды өзі білесіз ба? Қазіргі ана тілі газет. Ол қазақ тілі қоғамының газеті болып шықты. Қазақ тілі қоғамы дегеніңіз ол тәуелсіз ұйым болып саналатын. Тәуелсіз ұйымның тәуелсіз газеті болып шықты. Қонаевтан сұхбат алуға болмайды мысалға. Олар барды да Қонаевтан сұхбат алып 90-шы жылда мысалға. Сондай газеттер болатын, сондай еркіндік болды. Бірақ мынандай нәрсе, ол еркіндік ұзаққа бармайтын еді. Өйткені биліктің коммунистік партия құлағымен оны адамдар қалды ғой. Назарбаев та қалды да шамалдан кейін уже жан-жағына қарайды да, кейін не істеу керек деген мәселе. Ана газеттердің өзінің бетімен кетіп батыр арасында. Біреу былай жайылып жүр. Қолда тұрған кезде бәрін жинай алмай жүріп шақырып алды. Жігіттер давай айтты, ертеңнен бастап мен айтқанымды істейсіңдер деп. Осыған түсірді ғой қайтадан бәрібір. Сосын ол кезде мысалға Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы міндетті түрде депутат болады, жоғарғы кеңестің депутаты. Сосын басқа да газеттердің, ірі газеттердің редакторлары депутат болатын сондай. Сөйтіп басында, тәуелсіздіктің басында Назарбаевтың кезеңде ресми баспасөзден өкімет сәл айырылып қала жаздап, демократияны орнатып, кейін олар бірден түсінді, сөйтті да, кейін 93-ші жыл жоғарғы кеңесті тарататын кезде қатты пайдаланды. Егемен Қазақстан мен Қазправда, мен тек үлкен газеттерді айтып отырмын. Соларды қатты пайдаланып айдап салды. Яғни белгілі уақытта өзінің мақсатына пайдаланды оны. Сол кезде жаймен көрінді. Бірақ оның өзінде де қазіргідегідей емес, қазіргімен салыстыруға келмейді.